Елбасы кітапханасының волонтеры болу мен үшін үлкен мәртебе әрі зор жауапкершілік. Бұл орта менің тұлға ретінде қалыптасуыма оң әсерін беріп келеді. Жоғары деңгейлердегі мемлекеттік халықаралық іс-шараларға қатысып, солардың бір бөлшегі болуға беріліп отырған мүмкіндіктер үшін Елбасы кітапханасының ұжымына шексіз алғысымды білдіремін. Ата заңымыздың 25 жылдығы құтты болсын. Елбасы кітапханасы волонтермін. Волонтерлық жұмыс маған нені үйретті? Мейірімді болуға, өмірден өз орнымды табуға, өмірлік достар табуға, жаңа мүмкіндіктерді ашуға үйретті. Мен Елбасы кітапханасының волонтері болған мақтанамын. Маған Елбасы кітапханасындағы волонтерлық көптеген мүмкіндіктер ашты. Өзімді жаңа қырдан тануыма септігін тигізді, және де болашаққа деген мақсатым айқындай түсті. Волонтерство в библиотеке первого президента Республики Казахстан Елбасы помогло мне проводить время с пользой и внесло весомый вклад в мое развитие как личность. Маған Елбасы кітапханасындағы еріктілік адамдармен байланысқа түсуге, үлкен ортада өзімді дұрыс ұстауға, ойымды ашық дұрыс жеткізуге үйретті. Ата заңымыздың 25 жылдығы құтты болсын, еліміз көркейіп дами берсін. Елбасы кітапханасының волонтері болғаннан бастап, республикалық іс-шараларға қатыса бастадым. Осы кезден бастап менің өмірім түбегейлі өзгерді. Өзіме деген сенімім арта бастады. Болашаққа деген мақсаттарым айқындала түсті. Әртүрлі мүмкіншіліктерді пайдалана біліп, өзімді жаңа қырынан тани бастадым. Елбасы кітапханасының ұжымына үлкен алғысымды білдіремін. Және де Қазақстан Республикасының Конституциясының 25 жылдығымен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Еліміз көркейе берсін. Волонтерство в библиотеке первого президента Елбасы способствовало моему расширению кругозора, так как именно в этом месте я обменялась опытом с самыми выдающимися среди своих сверстников. Поздравляю с 25-летием Конституции Республики Казахстан. Маған Елбасы кітапханасының волонтерлығы көптеген жетістіктер жету жолында маған жол ашты. Студенттік өмірінің бастамасы бола білді. Осы уақыт аралығында мен ораторлық қасиетті арттырып, сонымен қоса ел алдында сөйлеу және адамдармен араласуды өте жақсы меңгере білдім.